Ассалаумағалейкум, бизнес бастаулықтар. Менің есімім Жалғас. Мен осы YouTube желісін зерттеп, жұмысын айналысып жүргеніме 2 жылдай уақыт болып қалды. Сіздерге қазір YouTube жайлы дұрыстап жалпы мағлұмат беріп кетейін. Көпшілігіңізде YouTube-та аккаунт бар деп ойлаймын, иә? Лайк баса аласыздар, комментарий жаза аласыздар, иә? Или ондай жоқ па? Онда сіз Google аккаунтпен, Gmail-мен тіркелген болып тұрсыз. Енді YouTube-та адам осы 1,5 миллиард аса адам бір айда YouTube-ға кіреді екен. Бұл әлем бойынша. Соның ішінде 4,5 миллион Google аккаунт біздің Қазақстанда тіркелген. YouTube номер 2 әлем бойынша поисковик болып саналады. Ең бірінші Google болса, екінші YouTube. Өйткені YouTube жаңағы Google-дың інісі десек те болады, қасында бірге жүретін. Настройкасы, барлығы ізденетін жаңағы желісі осы YouTube пен Google бірге жүреді. 400 сағат видео әр минут сайын осы YouTube-ға жүктеледі. Қазір әлем бойынша қарап отырсаңыздар, күнде шығатын видеолар, тренд видеолар бар, көрінбейтін видеолар бар. Осыны алып отырсақ, қазір осы минутта 400 сағат видео жүктеліп жатыр деп ойлай беріңіздер. YouTube 88 мемлекетте осының YouTube-тың офистары бар. 76 тілге аударылған. Алайда 76 тілге аударылса да біздің осы реклама жасау жөнінде, YouTube-қа реклама шығару жөнінде қазақ тілі әлі енген жоқ. Соның ішінде өкінішке қарай біз жоқпыз. Қазақ тілі әлі жоқ, қазақ тілінің мүмкіншілігі әлі жетпей жатыр. Ең үздік қазақстандық каналдарды 3 каналды шығарып қойдым. Ең бірінші осы жақында өзінің алтын несін алған, YouTube-тың алтын медалін алған Suspense деген бұл қарағандылық канал, қарағандылық бір жігіттің жасап отқаны. Екіншісі Аминка Витаминка, 760 мың жақында миллионға жетейін деп жатыр. Гакку бәрімізге белгілі. Бізде өз алдымызға мақсат қойдық, кемінде 500 келесі жылдың аяғына дейін 500 мың тіркелушіге жеткіземіз деп. Өйткені бұл үлкен қару. Бәрлерің қазірден бастап YouTube-тан өздерің канал ашып, соған өздерің видеоларыңды кіргізіп, содан өздерің подписчик жинай бастауларың керек. Егерде ертең банкрот болып, бизнес әлемінен шығып қалмаймын десеңіздер. Біздіге кіресілі бәрі тегін. Біз енді реклама үшін ақша төлейміз, сіздерге тегін ғой. Сол сияқты сіз аздаған ақша төлейсіз, бізді сіздің көрермендеріңіз. Сен торт шығарып жатырсың ба, киім тігіп жатырсың ба, сен тамақ пісіріп жатырсың ба, бәрін YouTube-ға керемет қып салып отырсаң, өйткені адамдар құлақпен естиді, көзбен көреді, еще оқиды. Қазір YouTube бірінші орынға шығып келе жатыр, бүкіл жарнаманың тетігі бойынша. YouTube-ға жарнаманың сіздер бірнеше түрін көріп жүрсіздер. Мысалға, видеоның басында шығып кететін 5 секундтық пропустить дегенді күткенше шығатын жарнама. Екіншісі, видеоны қарап отқан кезде похожий видео қатарында тұратын InDisplay деген жарнаманың түрі. Одан кейін екінші түрі InDiscovery деп аталады қазір. Бұл поискпен біздер видео іздейтін болсақ, соның ең бірінші шығарып тұрады видеолардан бұрын. Бұл жарнамалар, мысалға біздің жасап отқан жарнамалар осы 2 жарнама бойынша кетіп жатыр қазір. Көбіне осы InStream деген жарнама. Бұл 20-30 секунд қаралғаннан кейін ақшаны алады. Яғни, біз бизнес бастаудың видеосын YouTube-ға сіздерге жіберіп жатырмыз. Бұл қай жерден қаралады? Бұл сіздің егер қызығушылықтарыңыз бизнеске қатысты болса, или программа, сондай каналдарда, люди дела, бизнес молодость деген каналдарда қызығып қарайтын болсаңыздар, сол видеолардың алдында шығып тұрады. Ол видеоны қарап жатқан кезде сіз 30 секундтан асқаннан кейін бізден ақша кетеді. Ол 3-4 теңге көлемінде. Ал егер оны пропустить етіп жіберсеңіз, онда біздің жарнамалық баннеріміз жанында шығып тұрады сіздің.
Оған бастаңыздар, сіз видеоға кетесіз, видео болмаса каналға кетесіз. Ол жерден, егер сіз интернет-магазин жасайтын болсаңыз, ютубқа жарнама жасайтын болсаңыз, осы баннер арқылы басып, өзіңіздің сайтыңызға жібере аласыздар. Екінші түрі ол в поиске деген түрі, қазір жалпылап айтып кетейін. Іздегенде шығатын жарнаманың бағасы. Бұл бір клик, бір просмотр болып саналады, 0,6 доллар, яғни 6-7 цент. Қазақстан бойынша бағасы. Шамамен 20-22 теңге. Сендердің бақтарыңа орай, Google болсын, Яндекс болсын, Instagram болсын, YouTube болсын, бүгінгі конкуренция өте аз. Біздің жарнамаға төлеп жатқан ақшамыз ресейліктерден 3 есе 4 есе аз. Пока. Қазір кім тезірек игересіңдер, пока конкуренция аз. Бірақ бұл апта сайын, ай сайын дами береді. Бұл мысалға Америкамен салыстырып қарайтын болсақ, біздің 20 теңгелік бір кликіміз Америкада минимум 300-400 теңге. Америкада сіздің роліңізді көру үшін басқан кезде сіз 300 теңге төлейсіз. Біз 20 теңге төлейміз. Пока біз динозавр, пока біздікі непаханное поле былайша айтқан кезде бос жатыр. Сондықтан жылдамырақ кіру керек. Нарық бос деп айтсаңыз. Нарық бос пока. Видеоның басында және ортасында шығып кететін жарнама бұл бір клик 0,1, 0,2 доллар. Яғни 3,5 мен 6,5 теңге. Осыдан біздерге, сіз өзіңіздің егер жарнамаңызды жасайтын болсаңыз, өзіңіздің бизнесіңіздің, бұл жерде ең бірінші продающий видео болады, оны да бизнес бастауда үйретеді. Сол продающий видео арқылы сіздер өзіңіздің сайтыңызға жіберетін боласыздар. Я болмаса каналға. Қазіргі бизнес бастау каналында 30.412 тіркелуші бар, үнемі қарап отырады. Осында кіріп, подписаться етіп, жанында, подписаться деген жанында колокольчик тұрады. Колокольчик қоңырауша, соны басып қойсаңыздар, бизнес бастаудың ең соңғы шыққан видеолары, жаңа шыққан видеолары сізге уведомление болып келіп тұрады. Оны сіз жіберуіңіз мүмкін емес. Яғни жаңалықтарды тез игеруіңізге болады басқаларға қарағанда. Таралу деңгейі біздің бизнес бастау каналының қазіргі кезде 48 сағат бойынша осындай статистика. 600-ден басталып 1000-ға дейін барады. Ал соңғы 60 минутты қарап отырсаңыздар, қазір отырғанда просто 20-ға дейін просмотрлар жүріп жатыр, әр минут сайын. Осы назарларыңызға рахмет. Негізгі YouTube-тың да ішіндегі егер тарқатып айтатын болса, өте көп настройкалар, жаңағы настройкалардың бәрін жасау үшін көптеген білім игеру керек. Кімен қысқа бір 5 минуттық, 7 минуттағы жасап кеткен просто таныстыру. Ішкі құрылысын емес, сырттай таныстыру.